Б.З.Д. 2300 жыл бұрын Үндістанның ежелгі халықтары Нагин атты жылан құдайшасын табынған. Аңыз бойынша жыланның кез келген тірі жанға мәңгі өмір сыйлайтын сиқырлы тасы болған. Бір тайпаның аңшысы бұл мақұлықты ұстауға тырысады да, орманда жыланды көріп, пышағымен өлтіреді. Алайда нағыз Нагин ағаштар арасында жасырынып тұрған еді. Ол ашуланып, аңшыны өлтіріп, оның халқына қарғыс жібереді. Бір жас ауыл тұрғынның бәріне куә болады да, қалған топты ескерту үшін жүгіреді. Олар жаңа мекен іздеп, жерлерді аралап жүрген еді. Бірақ ол кешігіп қалды. Тайпадағы жүкті әйелдердің бәрі құрсақтарынан айырылып, балаларынан айырылды. Қазіргі заманда Батыстат орманында Джордж Гейтс атты аңшы аңыздағы жылан Нагинді іздеп жүр. Оның ми ісігі бар, өміріне 6 ай ғана қалған. Ол зерттеушілер тобын жалдап, Нагинді табуға аттанады. Лагерден шығып, Нагинді және оның жұбы нақты тауып алады. Бір ер адам жыландарды мазаламау керек екенін айтады. Бірақ Джордж ашуланып, пышағын суырып, адамдарды өлтіреді. Зерттеушілер үрейленіп, бірі орманға қашады, екіншісі аңшыдан қорқып қалады. Содан соң Джордж адамға 2 жыланды бөлуге бұйырады. Зерттеуші бұл құдайшаның қаһарын тудыратынын біледі. Қарғысқа ұшырамау үшін ол тапаншасын суырып, бәріне нүкте қояды. Тек Джордж ғана қалады. Ол Нагты ұстап, аквариумға салып, Нагинді қалдырады. Оның жоспары жылан өз жұбын іздеп келеді, мәңгілік өмірдің тасын береді деп ойлайды. Қаладағы Найки қаласында полиция инспекторы Викрам түстер фестивалін тойлап жатқан жастарды бақылайды. Содан кейін жұмысына барады. Ол әйелі Майямен сөйлеседі. Әйелі ваннада қанға боялған қолдарымен отыр. Өкінішке қарай ол ана болуды армандаған, бірақ бірнеше әрекеттен кейін Майя бала көтере алмайтынына сенеді. Күйеуі әйелін қолдауға тырысады, бірақ ол жалғыз қалғысы келеді. Инспектор күнделікті патрульге кетеді. Орманда Нагин жұбын алып кеткеніне ашуланып, өзгеріске ұшырайды. Денесі үлкейіп, ересек әйелдің бойына жетеді. Жыланның терісі жарылып, ішінен қол-аяқ шығады. Нагин толық адамға айналады. Содан кейін ол қолтырауын, жұмыртқаларын жейді. Кейін өзен жағасындағы 2 қызды көреді. Олар байқамай тұрғанда Нагин олардың киімдерін алып, орманнан қашады. Нагты іздеп шығады. Сонымен бірге Найки тұрғындары фестивальді жалғастырып, би билеп, бояу шашып жүр. Нагин адамдармен байланыста болмағанына көп жыл болған. Олардың бірге тойлап жатқанына таң қалады. Бірақ тойдың ортасында жылан сиқыршысы флейта ойнап, үй жануарын баулайды. Бір себептермен бұл музыка Нагиннің ой санасына да әсер етеді. Ол еріксіз флейта әуеніне билей бастайды. Гипнозға түскендей билеп тұрған әдемі қызды көрген 2 дос оған жақындап, оны көпшіліктен алысқа апарады. Олар қызды бос барға алып барады. Бірі оған шабуыл жасамақ болады. Бірақ Нагин ер адамның бетін итеріп жібереді. Ашуланған ол қызды ұра бастайды. Қыз үрейленіп айқайлайды. Сол кезде оның досы бардағы теледидарды толық қатты қосады. Сырттағылар естімесін деп. Бірақ теледидардың дауысы жылан сиқыршысының музыкасын басып тастайды. Нагин есін жиып, ашуланып, ер адамдардан кек алуға дайын болады. Содан кейін ол қайта өзгеріске ұшырап, алып кобраға айналады. Ол ер адамдарға шабуыл жасайды. Бірінің басын тістеп, қабырғаға соғады. Екіншісі үрейленіп қашпақ болады. Бірақ Нагин оны жерге құлатып, денесін тістей бастайды. Ақырында ол ұрған адамға секіріп, бір тістеумен тұтас қояды. Кешке қарай фестивальде қылмыскерлерді ұстаумен өткен күннен кейін инспектор Викрам үйіне оралады. Әйелі Майя бала көтере алмайтынына қайғырып отыр. Оның үстіне үйде тұрып жатқан қайын енесі бәрінен шағымданып отырады. Кешкі ас ішкен соң ол Майяның қасына жатады. Кенет 2 үлкен жыланның көзі оған қарап тұрғанын көреді. Инспектор шошып оянады. Бұл тек түс екенін түсінеді, төсектен тұрады. Ал Майя ұйықтап жатыр. Сол уақытта Нагин жасырын жерде олжасын қорытып болып жатады. Содан кейін бос көшеге шығып, қалада Нагты іздейді. Бірақ ешқандай іс таппайды. Нагин ағаштың түбіне ұйықтап қалады. Ертеңіне бір жергілікті тұрғын жоғалып қалғандай көрінетін жас әйелді көріп, полицияға хабарлайды. Бірнеше минуттан кейін полиция қызметкерлері оны полиция бөлімшесіне апарады. Инспектор Викрам дәрі беріп, не болғанын сұрайды. Жас әйел үнсіз тұрады. Кейін ол хабарландыру тақтасындағы жоғалған адамдардың суреттерін көреді. Бір суретті алып, сол адамның Джорджбен бірге болған зерттеушілердің бірі екенін таниды. Оны еске түсіргенде Нагин әлсізденіп қалады. Инспектор оны диванға жатқызып, аздап демалуға мүмкіндік береді. Көп ұзамай қаладан шұғыл қоңырау түседі.
бір адам ауыр жарақатпен табылған. Инспектор оқиға орнына асығады. Алдын ала әйеліне полиция бөлімшесіндегі белгісіз қызға қарауды өтінеді. Көп ұзамай Викрам барды табады. Және құрбанның денесінен қалған нәрсе. Сондай-ақ жанында сілекей тәрізді зат бар. Оны зертханаға апарып талдауға береді. Зерттеуші мұндай затты ешқашан көрмегенін айтады. Оны ашқанда ішінен шалбардың бөліктері, қағаздар және әлі жұмыс істеп тұрған ұялы телефон шығады. Бұны үлкен жануар жұтып, қорытылмайтын нәрселерін шығарған сияқты. Мұндай құбылыс жыландар сияқты жыртқыштарда болады. Бірақ зерттеуші не істегенін түсінбейді. Зерттеу жұмысы жалғасып жатқанда Викрам полиция бөлімшесіне оралады. Онда онымен Навин таныстырылады. Ал үйде Майя белгісіз қызды өз үйіне алып кетеді. Оған киім береді, қонақ бөлмесінде қалдырады. Кешке инспектор Майямен жатады. Ал қайын енесі қызы тезірек бала көтерсін деп рәсім жасайды. Ол жылан құдайшасы Нагинге дұға оқиды. Ол өз бөлмесінде ұйықтап жатқан Нагин екенін білмейді. Сол уақытта Майя күйеуімен сәтті өткізгісі келеді. Бірақ Викрам тергеу ісі туралы ойлап мазасызданады. Оның үстіне қылмысты кім жасағаны туралы ешбір із жоқ. Ол қайдан бастауды білмейді. Түн өтеді. Үйінің жанында Омар атты адам қызметкердің біріне шабуыл жасайды. Омардың әпкесі де келіп, ағасының ісін қолдап, бәрі тыныш болсын деп ескертеді. Бақытымызға қарай Нагин жас әйелдің үрейлі ойларын естиді. Өз күшімен бөлмеден байқатпай шығып, қылмыскерді өткір тістерімен шабуылдайды. Қаладағы тасталған ғимаратта Джорджтың адамдарының бірі онымен сөйлеседі. Қалада Нагинді көргенін айтады. Содан кейін жылан сиқыршысына келеді. Ол фестивальдегі әйелдің бардағы ер адамдарға шабуыл жасағанын көргенін айтады. Джордж оған сенеді. Ақша төлеп аквариумдағы наққа қарайды. Оның басына сымдар жалғанған. Адамдар қосқышты басады. Жыланды электр тогымен соққылайды. Оның ауруы Нагинді тезірек тарту үшін. Сонымен бірге алып жылан қалада бос жүріп, тағы бір әйелге шабуыл жасалып жатқанын көреді. Бұл жолы мас адам үйіне келіп, әйелін балаларының көзінше ұрады. Тіпті темір таяқпен шабуылдайды. Әйел қорғанып, балаларын алып үйге қашады. Ер адам есікті бұзуға тырысады. Бірақ ысқырық даусын естіп, артына қарайды. Алдында Нагин тұр. Ол уландыратын тістерімен шабуылдайды. Тағы бір күн өтеді. Викрам полиция бөлімшесіне келеді. Навин сот медициналық нәтижелерді әкеледі. Есеп бойынша құрбанның қанында бұрын-соңды болмаған мөлшерде жылан уы бар. Навин бұл қалай мүмкін екенін түсінбейді. Өйткені мұндай мөлшерде у шығару үшін бірнеше жылан бір мезгілде тістеуі керек. Ол бұл қарапайым құралдармен жасалған қылмыс деп сенбейді. Бірақ Викрам ырымға сенбейді. Ол тергеуді жалғастыруға шешім қабылдайды. Көп ұзамай полиция бөлімшесіне жаңа қылмыс хабарламалары келеді. Әйелін ұрған адамның ісі де солардың қатарында. Викрам оқиға орнына келісімен сот медициналық сарапшыдан қоңырау шалады. Құрбанның жарақаттары тістеуден болған. Ең таңғаларлығы тістеме іздері мен уы жылан тістеуіне ұқсайды. Бірақ өлшемі әдеттегіден өзгеше. Инспектор мұны адамның ісі деп сенбейді. Телефонды қойып, жаңа құрбанның денесін тексереді. Ол туралы көбірек білген соң, Викрам әйелі кек алу үшін жасаған деп күдіктенеді. Бірақ Навин жарақат іздері қарапайым емес екенін, тіпті бірдеңе табиғаттан тыс нәрсе себеп болғанын айтады. Мұны естіген Викрам шыдамы таусылып, Навинге қорқынышты әңгімелерге сенуді доғар деп айтады. Бірақ Навин тергеуден бас тартпайды. Өйткені инспекторға уәде берген. Содан кейін ол өзінің нағашысы құрбандардың жақын досы болғанын, инспектор бір кездері оның өмірін құтқарғанын айтады. Өкінішке қарай, Навиннің нағашысы қатерлі ісіктен қайтыс болған. Ол қайтарым беру мүмкіндігінен айырылған. Бірақ қайтыс болар алдында жиеніне инспекторды тауып, тергеу жұмысына көмектесуін өсиет еткен. Викрам мұны естіп таң қалады. Навиннен кешірім сұрап, оны өз тобына қуана қабылдайтынын айтады. Бірақ тергеуші ретінде аңыздар мен мифтерді емес, дәлелдер мен фактілерді басшылыққа алуын сұрайды. Навин уәде береді. Екеуі тергеуді жалғастырады. Жақын жерде тағы бір қылмыс орын алғаны белгілі болады. Оқиға орнына келгенде бір бөлмеден жағымсыз иіс шығып тұрғанын сезеді. Ішке кіргенде Омар мен оның әпкесі өліп жатқанын көреді. Викрам үшін бұл сол қылмыскердің ісі екені анық. Егер оны таппаса, тағы шабуылдар болады. Тағы бір күн өтеді. Инспектор барлық қылмысты байланыстыратын нәрсені іздейді. Тұрған бөлмедегі теледидардан хабарды естиді.
Қайын енесі әйелін үнемі ұрып соққан ер адамның жұмбақ жағдайда өлгені туралы хабарды көріп отыр. Репортер құрбанның отбасынан сұхбат алады. Ұлы әкесіне терезеден әйел жақындағанын көргенін айтады. Бірақ сол әйел алып жыланға айналып, әкесін бірнеше рет тістегенін айтады. Викрам мұндай нәрсеге сенбесе де, қайын енесінің бөлмесіндегі жылан құдайшасы Нагиннің суретін көреді. Ол шынымен бар ма деп ойлайды. Ал Нагин қаланың ішінде жұбын іздеп жүргенін білмейді. Жолда Нагин театрдағы жылан құдайшасы туралы фильмнің плакатын көреді. Қызығып, ішіне кіреді. Онда фестивальдегі сол жылан сиқыршысымен бетпе-бет келеді. Адам әйелді танып, үрейленіп театрдан қашады. Нагин оны қуады. Қуғын қала базарына дейін жалғасады. Сол кезде инспектор оқиға орнына келеді. Ол адамның бәріне итеріп қашып бара жатқанын көреді. Бұл таңқаларлық. Ол сол бағытта жүгіреді. Навин де көмекке келеді. Екеуі адамды сұрақ қою үшін толық жылдамдықпен жүгіреді. Бірақ өтіп бара жатқан велосипедшімен соқтығысып қалады. Нагин жылан сиқыршысын қуып, шатырлардан өтіп, қаланың кір жуатын жеріне қарай бара жатқанын көреді. Нагин оны қуады. Жылан сиқыршысы оны аллеяға түсіріп құтылмақ болады. Бірақ көшеге шыққанда жылдам келе жатқан көлікке соғылады. Ақырында Викрам мен Навин оған жетеді. Бірақ кешігіп қалады. Адам соққыдан ауыр жарақат алған. Инспектор алғашқы көмек көрсетуге тырысады. Бірақ күдікті өмірден өтеді. Викрам айналасына қарап, кім кінәлі екенін іздейді. Көпшіліктің ішінде беті жабылған, көздері жыланның көзіне ұқсас жас әйелді көреді. Викрам жақындап қарамақ болады. Бірақ әйел із-түссіз жоғалып кетеді. Тағы бір таңғаларлық оқиғадан кейін инспектор күнін аяқтайды. Навинді үйіне кешкі асқа шақырады. Жаңа келген тергеуші шақырудан бас тартпайды. Оны Майя және әсіресе қайын енесі жылы қарсы алады. Ақырында инспектор тергеуді ұмытып, әйеліне Навиннің нағашысы туралы айтады. Әйелі жылдар бұрын сол нағашы оларды таныстырғанын және Викрамның үйлену ұсынысына көмектескенін айтады. Осы үшін ерлі зайыптылар әрқашан ризашылық білдіреді. Навин оларға қашан келсе де қош келдің деп айтады. Полиция қызметкері олардың қонақжайлығына риза. Кешкі астан кейін үйіне қайтады. Істі одан әрі тергеуге уәде береді. Кейін Викрам мен Майя сәтті өткізеді. Бірақ ұйықтайтын сәтте қайын енесі бөлмеге кіріп, инспекторды шақырады. Ол телехикаяның бүгінгі эпизодын көргенін айтады. Онда Нагин туралы. Инспектордың ісі бойынша зұлымның жасырын орны табылады. Сонымен қатар зұлымның емделмейтін ауруы бар. Өзін құтқару үшін Нагиннің жұбын ұстап, Нагинді өзіне тарту үшін пайдаланады. Содан кейін Нагинді ұстап, оның денесінен Нагмани атты тасталады. Бұл тас мәңгі өмір сыйлайды. Зұлым аурудан жазылып, мәңгілікке қарғыстан құтылады. Бүкіл әңгімені тыңдаған Викрам қайын енесін жатқызып, сериал туралы кейін сөйлесетінін айтады. Әйел шығады. Бірақ алдын ала инспекторға қызына қарауды, өзі қайтыс болғанда ескі ғимаратта өртеуді қалайтынын айтады. Викрам мұны естіп таң қалады. Бірақ бірден төсектен тұрады. Бұл тек түс екенін түсінеді. Бірақ бірнеше секундтан кейін Майя көз жасымен келіп, анасы түнде қайтыс болғанын айтады. Викрамның түсінде қайын енесінің рухы хабар жіберген сияқты болды. Тағы бір күн өтеді. Джорджтың жасырын орнында ол Нагқа шабуылын жалғастырады. Нагиннің келуін күтеді. Бірақ жылан құдайшасының ешбір белгісі жоқ. Адам үмітінен айырылады. Оның үстіне аквариумға қарағанда Наг қозғалмайды. Бірнеше күн соққыдан кейін өлген сияқты. Джордж үмітсіздікке түседі. Оның жалғыз мүмкіндігі жоғалды деп ойлайды. Ашуы есінен адастырады. Ісігі ақырындап ақыл ойына әсер етеді. Ол ашуын адамдарынан шығарады. Тапаншасын суырып біріне көздеп басады. Бірақ Джордж қатты бас ауруын сезіп айналады. Топ олардың бастығы есінен адасып бара жатқанын түсінеді. Оны бір жола тыныштандыруды ойлайды. Бірақ Джордж әлі бас тартпайды. Күмәнсіз тапаншаны бір адамға бағыттап атады. Бірі қашып үлгереді. Джордж қалғандарына орнында тұруды бұйырады. Жылан ертеме кешпе келеді. Ол білмегені есінен адасқан кезде аквариумды ашық қалдырғаны. Наг әлі тірі. Осының арқасында Нагин жұбының бар екенін сезеді. Күшімен жұбын іздеуге аттанады. Ал Викрам үйіне оралып, қиын кезеңде әйелін жұбатуға тырысады. Бірақ түсіндегі қайын енесінің ескі ғимарат туралы айтқаны ойынан шықпайды. Осыған байланысты ол бірдеңе табиғаттан тыс екеніне сенеді. Навинге қоңырау шалып, жылан құдайшасын бірге тергеуге шақырады.
Жолда Нагин жасырын орынды табады. Күшімен адамдарын бірнеше секундта жояды. Содан кейін баспалдақтан түсіп, Нагты табады. Ол көп күнгі азаптан әлсіреген. Бірақ Нагин оны қайта тірілтеді. Қайта қауышқанына қуанып, бірге сәтті өткізеді. Ал сыртта Джордж адамдарының денелері шашылып жатқанын көреді. Бұл Нагиннің ісі екенін түсінеді. Енді ол өз торына түсті. Джордж жоспарын іске асырады. Арнайы костюм киіп, ғимараттың барлық терезесін жабады. Қараңғыда Нагиннің өткір көзіне де көрінбейтін болады. Содан кейін арнайы жиіліктегі дыбыс толқынын қосады. Ол жыландардың сезімін бұзады. Дыбыс Нагинді айналдырады. Ол Нагқа көмектеспек болады, бірақ тұра алмайды. Джордж мүмкіндікті пайдаланып торды қосады. Жылан торға түседі. Мақсаты қолында. Ер адам Нагмани тасын беруін талап етеді. Өйткені ол қатерлі ісіктен жазылып, мәңгі өмір сүргісі келеді. Нагин бас тартады. Джордж оның қолын атады. Келесі оқ басқа тиеді дейді. Сол сәтте инспектор мен Нагин ескі диірменге келеді. Жерде бірнеше дене жатыр. Сондай-ақ оқ даусын естиді. Баспалдақтан түскенде Джордж тордағы жас әйелге шабуыл жасап жатқанын көреді. Ер адам полицияға оқ атады. Викрамның иығына тиеді. Бірақ Викрам жалтарып оған оқ атады. Содан кейін әріптесіне күдіктіні ұстауды бұйырып, тордағы әйелді босатуға барады. Бірақ Джордж әлі қарсыласады. Викрамды жерге құлатып, тағы бір оқ атады. Викрам ашуланып, ер адамға секіріп, бірнеше рет жұдырықпен ұрады. Оны жерге құлатады. Өкінішке қарай, Нагинге көмектеспек болғанда әріптесі көп қан жоғалтып, оның қолында қайтыс болады. Ашуға толы Викрам Джорджға тағы шабуыл жасайды. Бірақ Нагин гибридті пішінге еніп, оны тоқтатады. Өйткені ол ер адаммен өзі есеп айырысқысы келеді. Содан кейін ол Джорджты көтеріп аквариумға лақтырады. Соққы құрылғысын қосады. Алып жылан жорғалап кетеді. Таңертең ендігі жазадан кейін Нагта жарақаттарынан қайтыс болады. Бірнеше айдан кейін тергеу аяқталады. Викрам ауруханада Маяның қасында. Ақырында ерлі зайыптылардың дұғасы қабыл болады. Олар алғашқы балаларын күтіп отыр. Ал орманның бір жерінде Нагин Наг қалдырған соңғы сый жұмыртқаларын күтіп отыр. Көп ұзамай олардың бірі жарқ етіп ашылады.